Құрметті қалайық, бүгін қаңтардың 31 жұлдызы, жағымды ақпар. Ұлттық қор балаларға жобасы аясында қазақстандық балаларға ақша түсе бастады. Бұл туралы Нұркөз ақпараты хабарлайды. Алғашқы түскен қаражатты электронды үкімет және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының сайттарынан көруге болады. Мысалы, қазіргі уақытта қазақстандық балалардың шоттарына $100,52 қаражат түсті, яғни 45 мың теңге айналасында. Ұлттық қор балаларға жобасы биылдан бастап іске қосылды. Оның аясында балалар жыл сайын 18 жасқа толғанша ұлттық қордан ақша алып отырады. Бірақ ақшаны 18-ге толғаннан кейін істетуге болады. Ұлттық қор балаларға Қазақстанда 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап Ұлттық қор балаларға бағдарламасы аясында ұлттық қордан кәмелет жасына толмаған барлық қазақстандықтың шотына алғашқы төлемдер түсе бастайды. Заңнамаға өзгерістер енгізу туралы тиісті қаулыға қол қойылды. Тиісті өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңға сәйкес жоба аясында балалардың шотына жыл сайын 18 жасқа толғанға дейін ұлттық қор қаржылық табысының 50% түсіп отырады. Бала 18 жасқа толған кезде оның жинағы нысаналы жинақтау шотына аударылады. Кейін ондағы қаражатты тұрғын үйге немесе білім алуға жұмсауға болады. Ал жинақ иесі 18 жасқа толғаннан кейін 10 жыл ішінде төлемді алуға өтініш бермеген жағдайда шоттағы сома ерікті зейнетақы жарналары ретінде есепке алынып, оның жеке зейнетақы шотына аударылады. Балаңыздың жинағы туралы ақпаратты бақылауға болама. Кәмелет жасына толмаған қазақстандықтардың шотында қаражат жинақталғанша, олардың ата-аналары қанша қаражат жиналғанын тексеріп отыра алады. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры баспасөз қызметі хабары бойынша баланың жинағы туралы жалпы ақпаратты бірыңғай жинақты зейнетақы қоры сайтынан немесе мобильді қосымшасынан білуге мүмкіндік бар. Ал толығырақ ақпарат алу үшін электронды үкімет порталына кіру керек. Естеріңізге салайық, ұлттық қордан төлем алу үшін баланы еш жерде тіркеудің қажеті жоқ. Жоба аясындағы көрсетілетін қызмет мемлекеттік органдардың дерек қорында сақталған ақпарат негізінде автоматты түрде жүзеге асырылады. Бірақ сарапшылар кәмелетке толмаған баланың жеке сәйкестендіру нөмірі, яғни ИН нөмірі бар жоғын және оның дұрыстығын тексеруге кеңес береді. Міне, сіздерге жаңа ақпаратты жеткізіп отырмыз. Қазір бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры сайтынан өз балаңыздың ИН нөмірін терсеңіз, $100 аударылғанын көре аласыз. Алақай, әр бала бай бақытты болуға хақылы. Құрметпен YouTube арна керек дерек, мен Қанатбек Ермек. Әр қазақ бай намысты болуға хақылы. Ел аман, жұрт тыныш болсын.